Аймақтық флористика пәні, дәріс номері 11, тақырыбы астралар, бұршақтар тұқымдастары және даражарлықтар класының биоалуан түрлілігі. Тақырыптың негізгі сұрақтары: бірінші, Ақтөбе облысы флорасындағы Астера С және Фаба С тұқымдастарының биоалуан түрлілігін талдау. Екінші, Астера С тұқымдасы түрлерінің ботаникалық ерекшеліктерін салыстырмалы талдау. Үшінші, Лилиопсида биоалуан түрлілігі мен жекелеген өсімдіктердің флористикалық талдануы. Дәріс мазмұнын меңгеруге ұсынылған әдебиеттер тізімі берілген бұл слайдта. Ақтөбе облысы флорасында астралар тұқымдасының 198 түрі тіркелген. Негізінен тұқымдастың жетекші туыстар спектрі жасалды. Жетекші туыстар спектріне жасалған талдаудан алдыңғы орынды, яғни бірінші 29 түрмен Артемизия жусан туысы алып тұрғанын көреміз екен. Жалпы түрлер санының 15%-ын құрайды. Екінші, үшінші және төртінші орындарды бірқатар туыстар алады. Атап айтқанда Юринея туысы, Центаурея туысы, Трагопагон туысы, ал 5-ші, 6-шы, 7-ші орындарды тең түрлер санымен бірқатар туыстар алады. Бұл туыстардың барлығында түрлердің саны жалпы 10-ға тең екен. Атап айтқанда Таусағыз туысы, Зиягүл туысы, Андыз туысы, Енула. Осы туыстар 10 түрмен берілген туыстардың қатарына жатады екен. Бірқатар туыстар 7 түрмен берілсе, 5 түрмен берілген туыстар бар екен. Астралар тұқымдасының жалпы біздер осы жаңа жоғарыда атап өткен жетекші деп аталатын туыстарынан басқа тағы да 36 туысы бар. Бұл туыстардың ішінде 2 туыс 4 түрмен берілген екен. Сассюрея туысы, Сонқыз туысы, 3 түрмен 7 туыс берілген. Бұл туыстардың жалпы бірқатарын атап кететін болсақ, ол Хандрилла, Кузиния және тағы басқа туыстар. Эхинопс туысы дейміз. Бұл туыстардың барлығының дерлік осы астралар тұқымдасы да алатын өзіндік ерекшеліктері бар екен. Жоғарыға атап өткен барлық туыстардың ішінен ең полиморфты туыс болып жусан туысы саналады. Бұл жерде енді бірқатар өсімдіктеріне ботаникалық сипаттама беретін болсақ, аққурайлы аңса өсімдігі биіктігі 26 сантиметрге 26 сантиметрде болатын, гүлдері үлкен шар тәрізді көп гүлді шоқпар басқа шоғырланған, май, шілде айларында гүлдейді. Келесі осы астралар тұқымдасының кең тараған өкілі деп те айтуымызға болады. Кәдімгі өгей шөп дала өзендерінің жағалауларындағы, құмдарда, сайларда, тау беткейлерінде, өзен бұлақ бойларында кездесетін өсімдік. Биіктігі 10-20 сантиметрде болатын көпжылдық өсімдік. Негізінен тамыр сабағы жатаған ұзын болып келеді, бұтақтанған болады. Наурыз-мамыр айларында гүлдесе, жемістенуі сәуір-мамыр айларында жүзеге асады. Облыс флорасында бұршақтар тұқымдасы алғашқы 10-қа жатады, яғни жетекші тұқымдастардың қатарына жатады. 98 түрді топтастырады. Олар 22 туысқа топтасады деп берілген. Ең алдыңғы тұрған туысқа астрагал туысы жатады. Ол өз кезегінде 36 түрмен беріліп тұр. Екінші орынды 7 түрмен трифолиум туысы алады екен. Үшінші орынды латирус және медикағы туыстары тең түрлер санымен, яғни 6 түрмен алып осы орында, жетекші орында орналасады екен. Төртінші орынды 5 түр санымен вице алатын болса, 5-ші орында 4 түрмен 5 туыс алады. Олардың қатарына карагана, мелилотос, глицерхиза, хидизарум және акситропис туыстары жатады. Осы бұршақтар тұқымдасынан айтып кеткен жоғарыда туыстардың, жетекші туыстардың негізгі өкілдері бұл жерде берілген. Атап айтқанда еділ астрагалы, қызылбас педе, түйнекті әйкенді мысалға келтіріп кетуге болады екен.
Ақтөбе флористикалық округінің флорасынан профессор Айпейісова лилиапсида классына 227 түрді тіркеген. Олардың ішінде бірқатар класс тармақтары бар. Атап айтқанда алисматиттер класс тармағы 21 түрмен, лилейттер класс тармағы 198, арацеттер класс тармағы 8 түрмен берілген екен. Өз кезегінде осы лилиапсида классына өзен жағалауларының, өзен аңғарларының, өзен жайылмасын зерттеген ғалымдар, флористер бірқатар түрлерді тіркеген екен. Атап айтқанда 213 түр Ырғыз өзен жайылмасынан тіркелсе, 132 түр Қобда өзен аңғарынан тіркелген екен. Біздер бұл жерде қалай болғанда да жалпы лилиапсида классының бай биоалуан түрлілігі бар деп айта аламыз. Лилиапсида классының жекелеген түрлерін жетекші географиялық элементтері бойынша талдау жасадық. Бұл жерде 38 түр тіркелді. 38 түрдің 8 түрі, яғни 21%, палеоарктикалық түрлерге жататыны көрінді. Бұл палеоарктикалық түрлердің ішінде алдыңғы орынды ақ шоқан теңгебас, бақа жапырақты кербезгүл, түпті қияқ көлең өсімдіктері алады. Алдымызда бақа жапырақты кербезгүл өсімдігінің ботаникалық сипаттамасы берілген. Мамыр-тамыз айларында гүлдейді. Осы уақытта жемістенетіндігін, су және су құстарымен таралатын өсімдіктің қатарына жатады. Екінші орында 6 түрмен, яғни 16% құрап голарктикалық элемент алады екен. Бұл голарктикалық элементтің, географиялық элементтің таралуы бүкіл және немесе түгелге дерлік деп голарктикалық флоралар патшалығын алып жататындығын білеміз. Оларға жататын түрлердің ішінен май қоғаны, кіші балдыршөпті атап өтуге болады. Ленна минор өсімдігі балдыршөптер тұқымдасына жатады, су бетінде қалқып жүретін өсімдік. Келесі теңгебастар тұқымдасынан ақшоқан теңгебасты атап өтуге болады екен. Облыс аймағындағы жалпы біздің флорамызда бір ғана туыспен, бір ғана түрмен берілген, сулы батпақты жерлерде өсетін өсімдік. Негізінен тағам ретінде пайдаланылады, крахмалдан ұн алынады екен. Жалпы шаруашылық құндылық маңызы бар өсімдіктердің қатарына толығымен жатады. Үшінші орынды 4 түрмен, яғни 10% құрап, плюрирегионалдық географиялық элемент алады. Бұл өсімдік, бұл плюрирегионалдық географиялық элементке ареал немесе ареалдық типке деп айтуымызға болады. Оңтүстік қамысын, салалы қара шағыр өсімдіктерін жатқызуға болады. Раундкер бойынша жоғарыда осы аталған 38 өсімдікке тіршілік формаларына талдау жасалды. 26 түрмен криптофиттер, 10 түрмен гемикриптофиттер және терафиттер 2 түрмен берілгендігін алдымыздағы слайдтан көруімізге болады. Және осы жасалған талдау нәтижесінде 9 түрмен гидрофилдер мен ксерофилдер 90-46% құрап тұрғандығын, 7 түрмен мезофилдер 18% жалпы түрлер санынан алып тұрғанын, және 3-ші орында географилдер орналасып, 5 түрмен 13% құрап, осы бізге көрсеткіштерді береді екен. Гидрофилдердің өсу ортасы сулы екен түсінікті, яғни бұлаған біздер жоғарыда атап өткен ленна минор өсімдігін тағы да мысал ретінде айтуымызға болады.